Біздің құндылықтарымыз, басымдықтарымыз осы конституцияда қайта жаңғырып жатыр. Сөзімді бұл конституцияға елге не береді деген сұрақты бір ауыз сөзбен былай деп мен түйіндірерім. Ең алдымен 1000 жылдық тарихымызды бүгінмен сабақтастырады. Бүгінгі конституциямыз әділдік идеясын ата заң арқылы әр қазақстандықтың санасына сіңіреді. Заң мен тәртіп қағидатын қоғамда нық орнықтырады. Адам құқықтары мен еркіндіктерін сақтауға кепілдік береді. Білім мен ғылым, инновация мен технологияны қарыштап дамытуға берік негіз қалайды. Бұдан былай мемлекет үшін басты міндет адамның жайлы және қалыпты өмірін қамтамасыз ету болады. Сондықтан мемлекет адам үшін деген қағидат осы деп мен ойлаймын. Жаңа конституция осының бәріне жол ашатын болады. Ең негізгі мәселе ол біздің тәуелсіздігімізді нығайту. Мен ойлаймын, ол жастардың арасында біз әрқашан оны айта беруіміз керек. Себебі біздің тәуелсіздігімізді болашақта ұстап қалатын, соны қорғайтын да, соған елімізге ие болатын ол сіздер жастарсыздар. Оның бірден бір жолы осы бастаған реформаларды аяғына дейін жеткізу. Ол үшін не керек? Ол үшін ішкі тұрақтылық керек. Билік институттарының арасында тепе-теңдік болу керек бірінші кезекте. Үйлесімді олар жұмыс атқару керек. Егер билік тармақтарының арасында тепе-теңдік болмаса, қарама-қайшылық болса, өкілеттілік бір дисбаланс болатын болса, ол ауыр сауалдарға соқтығуы мүмкін екенін оны өзіміз білеміз. Ал біздің жаңа ата заңымызда бұл мәселе нақты, осының бәрі жазылған, нақты сақталған. Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласы осы жерде нақты шегелеп жазылған. Президент бар, вице-президент бар, құрылтай, үкімет, халық кеңесі сияқты билік институттар, билік тармақтарының құзыреті жаңа конституцияда нақты көрсетілген. Тепе-тең толық сақталған. Президенттік басқару формасы ол сақталады. Яғни президент осы мемлекеттік аппараттың үздіксіз, үйлесімді, жүйелі жұмысын қамтамасыз етеді. Әрине мұның бәрі елдегі тұрақтылыққа да, орнықты дамуға да, ең бастысы тәуелсіздігімізді нығайтуға да тікелей әсер етеді. Алдағы референдум ол тарихи оқиға, шын мәнінде бұл ұрпақтар сабақтастығының эстафетасы деп біз айтуымызға болады. Бұл ел тағдырын тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келген ұрпақтың қолына табыстаудың айшықты белесі. Сіздерге бірегей мүмкіндік беріліп отыр. Ол тарихи таңдау жасап, өмірді жаңа конституциямен бастау. Бұл сіздердің дара жолдарыңыз. Жаңа конституцияда бұдан кейінгі кез келген өзгерісті референдум арқылы қабылдауға болатыны тайға таңба басқандай жазылған. Сондықтан еліміздің болашағы әрине сіздердің, осы тұрғындардың, жастардың еншісінде. Еліміздің күш қуаты мен мүмкіндігі жастардың қолында. Сондықтан сіздердің дауыстарыңыздың шешуші мәні бар екенін жай ғана сөз емес, бұл объективті шындық. Баршаңызды 15 наурыз күні сайлау учаскесіне келіп өз таңдауларыңызды жасауға шақырамын. Әділетті әрі прогрессивті Қазақстан үшін дауыс беріңіздер деп мен сіздерге ұсыныс айтамын. Барлығыңызға рахмет.